Қымбатты оқушы, біз бүгін өзіңмен сөйлем мүшелері деп аталатын сабағымызды бастаймыз. Сөйлем мүшелері дегеніміз сөйлем құрауға негіз болатын толық мағыналы сөздер. Яғни сөйлем осы сөйлем мүшелерінен құралады. Сөйлем мүшелері болу үшін ең алдымен не істеу керек? Сөйлем мүшелері болу үшін ең алдымен толық мағыналы сөз болу керек. Мысалы, Алаштың арыстарын біз ерекше мақтан етеміз. Мына сөйлемде бастауыш та бар, баяндауыш та бар, анықтауыш та бар, толықтауыш та бар, пысықтауыш та бар. Қарап отырсақ, міне бұлардың әрқайсысы жеке тұрып, Алаштың деген мысалы анықтауыш, Алаш толық мағыналы сөз. Және кімнің деген сұраққа жауап беріп тұр. Және белгілі бір сөйлем. Демек, сөйлем мүшесі болу үшін ең алдымен толық мағыналы болу керек екен. Екіншісі, белгілі бір сұраққа жауап беру керек. Арыстарын, кімдерін? Біз, кім? Ерекше, қалай? Мақтан етеміз, қайтеміз деген сұраққа жауап беріп отырмыз. Мінекей бұл жерде қарап отырсақ, әрқайсысы жеке тұрып сұраққа жауап беру керек екен. Бұл екінші қасиеті. Содан кейін мына сөздердің, сөйлем мүшелерінің бәрі де бір-бірімен грамматикалық байланысқа түсіп тұр. Мағыналық, тұлғалық байланысқа түсіп тұру керек. Міне сонда ғана олар сөйлем мүшесі бола алады екен. Сөйлем мүшелерін біз құрамына қарай дара мүше және күрделі мүше деп бөлеміз. Дара мүше дегеніміз бір ғана сөзден құралған. Бір ғана сөзден құралып, өзі жеке тұрып, сөйлем мүшесі бола алады. Мысалы, адам, ісімен адам. Адам деген жеке тұрып, бастауыш болып тұр. Мына жердегі адам деген баяндауыш болып тұр. Ал немесе мен сабақты түсіндірдім десек, мен дегенде дара мүше, сабақты дегенде дара толықтауыш, түсіндірдім дегенде дара баяндауыш болады. Демек, дара мүшеміз құрама жағынан тек қана түбірі біреу болатын. Ол жұрнақ бола берсін, жалғана берсін, бәрі бір. Демек, бір сөзден құралған мүше, ол дара мүше деп аталады екен. Екінші құрамына қарай мүше бөлінетін түрі сөйлем мүшесінің бұл күрделі мүше деп аталынады. Мысалы, еңбек түбі береке. Міне, еңбек түбі. Немесе, ана тілі біздің ғасырлар бойғы байлығымыз. Ана тілі деген, немесе еңбек түбі дегендердің бәрі де дара емес күрделі баяндауыш. Себебі екі сөзден құралып тұр. Мінекей, мұндай сөздерді біз күрделі мүше дейді екенбіз. Енді, дара күрделі мүшені, сөйлем мүшесін айтқаннан кейін, біз сөйлем мүшесі бола алмайтын сөздерді айтуымыз керек. Мысалы, түбі деген жеке тұрып, бұл көмекшесім. Сондықтан, бұл жеке тұрып сұраққа жауап бере алмағандықтан сөйлем мүшесі бола алмайды. Міне сол сияқты қыстырма сөздер, қаратпа сөздер, одағай сөздер, яғни оқшау сөздерде сөйлем мүшесі бола алмайды. Мысалы, алтын, берекел десем, алтын қаратпа сөз. Бастауыш қызметін атқара алмайды. Мен сірә сенің ойыңды ұқпаған болуым керек десек, бұл жерде сірә деген сөз сөйлемнің құрамында тұра берсін. Грамматикалық байланысқа түсіп тұрған жоқ. Сұраққа жауап бермейді. Бұл қыстырма сөз. Сондықтан бұл да сөйлем мүшесіне жатпайды екен. Немесе қап, әттеген-ай, бәрекелді, уа-пәлі деген одағай сөздердің ешқайсысы да сөйлем мүшесі бола алмайды екен. Демек, оқшау сөздер бола алмайды, көмекші сөздер бола алмайды. Еді, екен, емес деген көмекші етістіктер сөйлем мүшесі бола алмайды. Және сонымен бірге шылау сөздерде сөйлем мүшесі бола алмайды. Сияқты, секілді, және, ақ, ау, ғой, бұлардың ешқайсысы жеке тұрып мағынасы жоқ. Сондықтан сөйлем мүшесі бола алмайды екен. Енді, үйірлі мүше деген мүшені тестте көбірек сұрайды. Әсіресе соңғы жылдары жақсылап сұрап жүр. Бұл үйірлі мүше дегеніміз, мысалы, жаны сұлу еркем дейді. Жаны сұлу ағеркем, ары сұлу деп келетін Сәкеннің поэмасынан бар. Міне сол жерде жаны сұлу деген
қандай деген сөз болып тұр. Жаны дегенде, сұлу дегенде жеке тұрып, мысал үшін екі сөз қатар тұр. Мына жерде мынау анықтауыш. Бұл сын есімнен болған анықтауыш. Мына жерде жаны сұлу екеуі қосылып анықтауыш болып тұр. Мынау басқа сөз тап зат есімнен. Мынау сын есімнен болып тұр. Мінекей әртүрлі сөз таптары қатары келіп отырып, бірақ бір сұраққа жауап беріп, бір сөйлем мүшесінің қызметін атқарып жатса, оны үйірлі мүше дейміз. Немесе сіз отырған, еңбексіз отырған адам дейміз. Қандай адам? Еңбексіз отырған. Мына жерде отырған деген етістік қой, есім мүше түрі. Ал еңбексіз деген зат есімнен сын есім туындап тұрған жұрнақ. Мына екеуі қатар келіп, қандай деген сұраққа жауап беріп, мына адамның қасиетін айтып отыр мына жерде. Демек, үйірлі мүше дегеніміз бірнеше сөз қатар келіп, бірдей сөйлем мүшесінің қызметін атқарып, бірдей сұраққа жауап беріп отырса, міне мұны үйірлі мүше дейді екенбіз. Ал егер күрделі анықтауыш болып жатса, ол жерде мына сұлу, әдемі, көрікті барлығы сын есімнен болып тұрған кезде ғана ол күрделі анықтауыш болады. Міне сонымен сөйлем мүшесі дегеніміз сөйлем құрауға қатысатын, толық мағынасы бар, белгілі бір сұраққа жауап беретін және басқа сөздерменен грамматикалық байланысқа түсетін сөздерді сөйлем мүшесі дейді екенбіз.